жұмағалидың туған қарындасымын мен. Амандықтың туған асасымын. Жақсысыз. Иә. Ал енді амандықпенен Ырысгүлдің істеп жатқан қызметі Құдайдан қайтсын, еңбегі Алладан қайтсын. Әр уақытта өздерінің істеген қызметінде қылып баласынан қызмет көрсін. Осындай осы отырған әйелдер, отырған інілер, сіңілдеріміз, келіндеріміз бәрі осындай қызмет көріңдер балаларынан. Мен Жұмағалидың туған қарындасымын. Осындай Жұмағалидың шаңырағында үлгіріп осындай мереке той-думан жасағанына өте қуаныштымын. Өліп жатса да өгісі де риза осыған. Осының осындай болғандығына ағайын туған алыста отырған туысқан туғанның бәрі риза. Мен сондықтан ініме, келініме ризамын. Осындай қызмет істеп жатқанына. Ал енді мен болдым. Болдыңыз ба? Ойбай, мұны құшақтай тұрғыз я. Назима бар ма, Назима? Назима, бірау сөз, Гүлжахан қорытынды сөз сөйлейді. Ал Гүлжахан, баста. Күйеуің қайда? Анада көрсеткен баста. Ай сайын өзгіріп. Бұл қайша баратта, ал Гүлжахан, өзің жалғастырайын. Ал. Туанып, қазалдан арып ашып, пойызда қысылып, боковой орында 5-6 адам отырып жетіп келіп тұрмыз. Енді мынау Жансұлтанның атын Жанғожа атамыздың атынан қойдым деп жатыр ғой. Сол, енді мен де мақтанып қойшы, бағана бір осы кімнің Амандықтың да Жансұлтанның нағашылары сөйлеп өздерінің автобиографиясын айтады ғой. Мен автобиография айтпасам да, мұғалім болмасам да, енді подпольеде жүрген адамбыз, біз қызметте жоқпыз. Сондықтан өтіріктен болса да енді білмесең де ұқсап қақ дейді ғой, сол сияқты айтып қойған. Жанғожаның енді ұрпағымыз, Қазалдан келіп тұрмыз. Сондықтан Жанғожа атамның атының бас әріпін алып, Нұрсұлтан ағамның сұлтанын алып, осы екі үлкен бабаларымыз Жанғожа атамның әруағы қолдап, Нұрсұлтан ағамның да енді әруақтадан болу керек, әйтпесе әруақты болмаса ол ел бастамайды ғой. Осы екі ата-баба аталарымыз, мына ағаларымыздың екеуінің де бағын берсін. Жансұлтанға тілейтінім. Сондықтан мына айтып жатыр ғой, енді ағамыздың көрмей кеткен қызығын апам көрсін. Мынау тайдан тұяқ қалған Амандық інім, Ырысгүл келінім өте бақытты жандар болсын. Жансұлтаны екеуінің айтады ғой, жақсы бала, жаман әке мен шешенің басын анау төрге апарады деп. Төрге емес, біздің анау таққа отырып, осы Жансұлтан інім. Біз алдында иіліп ойбай, баяғыда Жансұлтанның бірінші классқа барған тойында барып едік қой деп күніміз түсіп тұрсын. Соған мен сондай тілек тілеймін. Жансұлтанның өмірі ұзақ болсын. Жанғожа атамның 86-ға келіп қайтыс болған кісі. Сол Жанғожа атамнан да ұзақ өмір жасасын. Өмірлі болсын, өмірі жарқырасын, көңілі жадырасын, үбірлі, шүбірлі, думанды, дүбірлі, үйі ұлға толған, қорасы малға толған үлкен семья басшысы болсын Жансұлтан. Соның біз куәсі болайық. 100-ге келгенде де мен осы тұрғанда 50-демін, 100-ге келгенде 5 стакан арақ ішетіндей болайын мен Жансұлтанның тойында. Ой, айналайын Гүлжахан. Әлі сөйлемағаны қысылып тұрмын, 100 грамм жетіспей тұр, соны бағана барып бір граненный стакан беріп қоймайсыз ба?